Әңгіменің екінші бөлімі. Жезде тойға барғаның дұрыс. Қалай болғанда да баруың керек. Жолға ақшаны мен-ақ тауып беремін. Менен мұндай сөзді күтпесе керек. Жұмағали рас па деп маған бұрылды. Жүзінде қуаныштың лебі пайда болды. Рахмет Қараш, рахмет. Әзірге тағы да бір 500 теңге берші. Мына құрғыр басым болмай тұр деп қиылып. Қамар маған ренжиді ғой деп айта жаздап барып 500 теңге бердім. Ол жалма-жан орнынан атып тұрып қақпаға қарай кетті. Қамар әпкемнің менен бар жоғы 2 жас үлкендігі бар. Екеуміз тете өстік. Тетелердің төбелесіп өстетіні бар емес пе? Біз де үйде үнемі әр нәрсеге таласушы едік. Еркек шора әрі қарулы Қамарға менің шамам жеткен емес. Бірақ түзде үнемі мені қорғап жүретін шешем айтпақшы, мен тым жасықтау болдым ба, әйтеуір қалаған затыма Қамар арқылы қолым жететін. Анам, мынау Қараш осы үйдегі кәмпиттің бәрін тауысып бітеді. Қайда тықсаң да тауып алады. Үйге қонақ келсе дастарханға салайын дейсің ғой, ал бұл жетпегір сандықтың ішін жылан жылағандай етіп қояды. Осылай айғайдың астына алған кезде басымыз қанша сыйыспаса да жалғыз Қамар ғана араша түсуші еді. Мама, осы біздің үйге келген қонақтардың кәмпит жегендерін көрмедім. Келгендер тек қана ет жеп арақ ішеді. Не болды соншама үйді басыңа көтеріп деп анамның ашуын өртке су сепкендей лезде басып тастайтын. Оған біздің үйде ешкім дауыс көтеріп сөйлей алмайды. Оған себеп жоқ та емес. Үлкен ағамның тобылғы торы аты болды. Белі қысқа, жалы майда. Қу бас жүйрік жануар еді, сонымен көкпарға түсіп жүретін. Бәйгеге қосуға да дәмесі бар болатұғын. Қасымхан балалардың үлкені болғасын, әжемнің бауырында өскен. Оның да бетін қағатын жан баласы жоқ. Әкем марқұм салт жүру керек болғанда тобылғы торыға жоламай құлынын ертіп бурыл биені мінуші еді. Бір күні сол атпен Қамар өзі құралпас ұлдарға еріп жалауға тартып кетті. Бір апта дегенде ауылға әрең келді. Ағам үстіне шыбын қондырмайтын торыны әпкем арықтатып алып келген. Сол күні ашуға мінген ағам аямады. Оған әкем де қосылды. Қамардың тентектігінен әбден мезі болған шешем мұндай қолайлы сәтті жіберсін бе, ол да бар кәрін әпкеме төгіп салды. Әулетіміздің ең үлкені әжемнің екі бастан Қасымханның сөзін сөйлейтіні белгіледі. Қайсар әпкемді барлығы жабылып иліктіре де алмады ғой. Қанша таяқ жесе де көзінен жас шыққан жоқ. Тісін қайрап тысқа шығып кеткен. Мұндай қорлыққа төзгенімше өлгенім жақсы деп қораға барып асылмақшы болыпты. Алла сақтаған екен, әкем үлгеріп мойнындағы арқанды кесіп аман алып қалды. Содан барлығының жалынып жалпайып кешірім сұрайтыны бар. Бұл оқиғадан кейін не істеймін десе де Қамардың алдына ешкім тұрмайтын болды. Бастапқыда тобылғы торыға жолаған жоқ, сосын Қасымханның көз тайғанда мініп алатын болды. Оны үйдегілер көрсе де көрмегендей кейіп танытты. Кейін білдім, ағам да білмегендей болып жүріпті. Бір жылдан кейін әжеміздің баласын әскерге шақыртты. Ақыры жануар Қамардың жеке меншігіне өтті ғой. Қамардың бойында бала күннен ожарлау мінез бар тұғын. Төбелеске құмар, ол астына түскен аямайтын. Біздің үйден кейінгі екінші үйде тұратын Құралхан деген менің сыныптасым бар. Лақап аты Пілдің құйрығы. Әкесі Жабаш зор денелі, қапсағай бойлы, шойын қара дәу еді. Ол кісіні құрдастары Қарапіл дейтін. Мен өмірімде ондай көмірдей қап-қара алып адамды көргенім жоқ. Біздің Құралхан әкесінің соңынан қалмайтын. Қайда барса да артынан еріп жүреді. Содан кім екенін білмеймін, әйтеуір тіл жағына сүйенген біреудің дуалы аузымен Құрал досым Пілдің құйрығы атанды. Бірақ олай атауға ілуде біреудің ғана жүрегі дауалайтын. Дене бітімі әкесіне тартқан қиқар Құралханға өзінен 1-2 жас үлкен балалар да бата алмайтын. Бір күні сол Пілдің құйрығы біздің аулаға келіп, мені асық ойнауға шақырды. Далаға шықпақшы едім, Қамар сабағыңды оқы деп жібермей қойды. Үйдің кіреберісіндегі табалдырыққа шығып Қараш ойнамайды, сабағын жаттап болғасын ғана шығады деді. Анау қояр емес. Қамар қойшей, шақыршы тездетіп, менің жаңа сақам бар, асық ойнағым келіп тұр, көп сөзді қойып шақыр деді сабазың. Неге екенін білмеймін, сол күні әпкемнің сіркесі су көтермей жүрген еді. Лезде Құралханға шапты қайғай салды. Ей, Қарапілдің қап-қара көтені, айтқан сөзді ұқпайсың ба? Шықпайды Қараш. Кет дедім ғой, кет деді. Құрал шыдап тұрсын ба? Көк көз көтен ауыз жерден шыққан жалмауыз, есік алдында неменеге батырсынып тұрсың? Қорықпасаң шықшы қашаның сыртына.
Сен інімнің сыныптас досысың, сенімен төбелеспеймін, қазір қарашты ойнауға жіберемін, бері кел деп шақырды қулыққа басып. Аңғал Құралхан арсалаңдап кеп, табалдырыққа жақындай бергенде әпкем ауыз үйдегі қол жуғыштың толып тұрған шелегін үстіне төге салды. Анау абдырап қалғанда, қайдан тауып алғанын білмеймін, жуан таяқпен ұрғылай бастады. Бетін қан жуып кетті. Әреңдеп жүріп арашалап алдым. Әпкем, мен саған көк көз, көтен ауызды көрсетемін деп қояр емес. Қамардың басынан бір емес, мұндай төбелестің талай өтті. Жоғары сыныпқа барғанда әпкем ұлдармен бірге еркек балаша жүрді. Мектепті бітіргенде оқымаймын, жылқышы боламын деп шықты емес пе? Ақыры әпкелерім қоймай жүріп, Алматыдағы тек қана қыздар оқитын университетке түсірді. Бір жыл оқыды ма, оқымады ма, үлкен қалада тұра алмай ауылға оралды. Шешем мен әпкелерім оған қатты ренжіді. Менің де мектепті аяқтайтын кезім келді. Қысқасы Қамар үйдегі малға қарап әкемнің жанында қалды. Әпкем тұрақтай алмаған қалада 4 жыл оқып, сол жақта қазығым қағылып алып шаһардың тұрғынына айналдым. Ал Қамар ауылдан алыс ұзамай, Талдықорғандағы ауыл шаруашылық колледжін сырттай тамамдап, қала сыртындағы әскери бөлімдердің біріне жұмысқа кірді. Өзіме жұмысым ұнайды деп жүретін, неге екенін білмеймін, 3 жылдан кейін ол жерден кетіп қалды. Маған себебін айтқан жоқ, мен сұрамадым. Ауылда 1 жылдай сыныптастарымен диқаншылықпен айналысты. Сосын қайтадан Талдықорған барып, күзет фирмасына жұмысқа тұрды. Бүгінге дейін сол жерде жұмыс жасайды. Қамар тұрмысқа 30 жасында бірақ шықты. Ол кезде біз Алматы маңына көшіп алған болатынбыз. Әпкемнің тұрмысқа шығу өз алдына біз күтпеген бір оқиға болды. Ата-анамның алдынан өткен құдаларды көрмедік. Кеш қарая ешкімге хабар берместен жездемді ертіп келе қалғаны бар. Әдеттегідей жұмыстан кештетіп келіп едім, алдымнан анам шығып, «Қараш, анау жында әпкең тұрмысқа шығатын болды» деді. Жақсы ғой, құдаларыңыз қашан келеді деймін. «Қайдағы құда? Келін алып келгенде келіпті. Қайдағы біреуді жетектеп. Бар таныс» деді бұйыра сөйлеп. Соншама жүріп тапқаны өзінен 16 жас үлкен еркек екен. «Әй Құдай-ай» деп шешем өз бетін өзі шымшып тыста қалды. Мен ішке кіріп кеттім. Алматыда тұратын екі әпкем де үйде екен. Дастархан басында Жұмағали кісі көзіне тура қарамай, көп әңгімеге араласпай, өзімен өзі отырды. Шешем айтпақшы, расында бейне бір алдымдағы ағам келін түсіргендей, тамаққа да ұяла қол созады. Қамардың сөзінен ұққаным, жездем бұған дейін бір рет отбасын құрған екен. Облыс орталығына таяу жердегі Қарабұлақ деген жерде үйі бар. Әпкем сөз арасында «Сызылмай еттен асап-асап ал, жатқанда қарның ашады» деп алдындағы тарелкасын асқа дүркін-дүркін толтырып қояды. Дастарханда не бар соның бәрін жездемнің алдына тосты. Әпкелерім шешеме қарайды, шешем әпкелеріме қарайды. Әкем үстел басында көп аялдамай көретін футболым бар еді деп тұрып кетті. Ең үлкен әпкем күйеу баласын әңгімеге тартқысы келді ме? «Жұмағали, әңгімеңді айта отырсаңшы, өзің көп сөйлемейді екенсің» деді. «Анау, не айтамын, біздің Қамардан сөз қалды ма?» деп шорт қайырды. Еш мазмұн жоқ, қос жанарымен лекерге алая бір қарады да, екіге айырыла біткен алдыңғы екі күрек тісінің арасында тұрып қалған етті қолымен ала бастады. Лекердің қасында отырған Бәтимаш әпкем «Ой, ужас какой» деп күлкісін жасырмақ болып аузын жаба қойды. Лекер сіңілісін ақырын шынтағымен қой дегендей түртіп. Түсінгенім, әзірге жұмыссыз екен, мамандығың да жоқ екен, көлік жүргізетін куәлігің бар ма өзі деп сөзін жалғастырып, жездем ақсиған тістерін жасыра «Жоқ» деп жауап қатты. Қызық екен, қазіргі заманда еркек түгілі әйелдерде право бар. «Не, күйеу балаңа машина алып бермекшісің?» деп Қамар араға араласты. «Жай сұрағаным ғой, Камка, жай сұрағаным. Кел, Жұмағали, саған сорпа құяйын» деп оның кесесін алып орнынан тұрып кетті. Кезек енді Бәтимашқа келді. «Некеге тұрсаңдар, Қамар, сен күйеуіңнің тегін аласың ба? Жұмағали, сенің фамилияң қалай?» деп ерлі-зайыптыларға кезек-кезек қарады. «Мұның фамилиясы Итбасов» деді Қамар. «Көтек, бұндай да фамилия болады екен» деп шешем өз таңданысын жасыра алмады. «Теперь ты будешь собачиха деген Бәтимаш әзілдегендей болып езу тартты. «Вообще не смешно. Ей, Жұмка, неғып отырсың? Тұр, болды, кеттік, үйге қайтайық». Жұмағалимен бірге біз де орнымыздан атып тұрып кеттік. Сосын Қамар «Рахмет, мама, көп рахмет, все было как всегда» деді де асығыс жинала бастады. Менің жездеммен алғашқы таныстығым осылай болып еді. Алғашқыда әкемнен басқаларының барлығы Қамарды қатты сөкті. Жұмағалиды күйеу бала деп атауға шешем қатты қомсынды. Екінші бөлімнің соңы. Назарларыңызға рахмет.